өзімнің анаммен сырласу барысында, әңгімелесу барысында бір мынандай нәрсені түсіндім да. Кейде адамға адам керек деген рас екен. Өйткені анам маған ішіндегі ойларын, бір қандай да бір өкпе, реніш, іште бір қалады ғой. Кімге айтам деген кезде анам маған сеніп, маған өзінің ішіндегі нәрселерін бәрін айтқан кезде мен анама сіз неге былай істедің, сен неге былай істедің деген айтпаймын. Тек тыңдаймын да анамды. Анам маған бәрін айтады. Сен жай ғана тыңда. Сен әйеліңді немесе анаңды, бір қыз болсын, бір сондай өздері іште болады да. Кез келген адамның алдында отырған кезде, ол ішіндегін айтқан кезде, хоть сен ештеңе демесең де, тыңдашы, үңіліп тыңда. И ол ең соңына келген кезде бүкіл әңгімесін бәрін айтып болғаннан кейін ол босап қалады да. Өйткені ол саған қарай бүкіл энергиясын, іштегі жаман жиналған реніш бәрін саған әңгіме ретінде айтты. Бәрін айтып болғаннан кейін, болдым ба айтып деген сияқты бір тынышталады да. Ол өзі бастады, өзі аяқтады, өзі кешірді, өзі тынышталды. А сен не істедің? Сен тыңдадың. Енді солай ғой енді деп кішкене болсын бір қолдау берсең, ол ары қарай өзінің әңгімесін айту арқылы кейін жеңілдейді да. Сондай нәрсені түсіндім. Көбінесе енді тыңдаушы болу да үлкен бір пайда деп айта аламын. Әңгімені айту да, тыңдау да ол үлкен бір септігін тигізеді. Өйткені адаммен сөйлесу барысында екі адамның ішінде бір ақпарат алмасу, эмоциямен алмасу, мен ішімдегіні шығарып сізбен бөлістім, ол кісі менімен бөлісті деген сияқты ше. Сондықтан жай ғана тыңдаудың өзі адам үшін үлкен бір пайда деп айтсам болады. Тыңдайық, әңгіме айтайық, жүре ма? Сау болыңыздар.